Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз орнитологияда санақ жұмыстарын жүргізу. Жоспар. Орнитологияда санақ жұмыстарын жүргізудің маңызы туралы, жыртқыш құстарды анықтау әдістер, құрлық құстары мен су құстарына санақ жүргізу, қорытынды бақылау сұрақтары. Әдебиеттер тізімі өздеріңіз көріп отырғандай слайдта берілген. Енді біз құстарды жалпы қазіргі кезде 9000-ға жуық құстар дейтін болатын болсақ, оның ішінде 500-ге жуығы Қазақстанда кездеседі. Көбінесе құстарға жаңа санақ жұмыстары кәсіптік маңызы бар түрлерге жүргізіледі. Себебі жұмыртқасына, етіне, немесе оның мамықтарына қызығудың, сұраныстың артуына байланысты көбінесе сол кәсіптік маңызы бар түрлер инвентаризациялау жұмыстары, немесе сол аңшылық кезінде маусымға байланысты, мысалы, атып алу кезеңдері болады. Сол уақыттарда атылған құстардың санына байланысты есеп санақ жұмыстарын жүргізуге болады. Енді бұл құстарды маңызы бар құстарды әсіресе тиімді пайдалану, олардың ішінде сирек кездесетін түрлерін сақтау, көбейту, биологиялық негіздер дайындау, сол сияқты мемлекеттік кадастрға енгізу, генофонд, Қазақстан Республикасының генофонды деген база, кадастр, соған тізімдер енгізіліп, үнемі ол қарастырылып отырады. Енді санақ жүргізу әдістері бірыңғай жоспармен жасалады. Онда санақ жүргізілетін аймақ пен оның мерзімдік мәселелер анықталады. Ұйымдастыру, дайындық кезеңінде қажетті құжаттарды дайындау және оны жасау тәртібі, қаражат пен еңбек шығындары, сонымен қатар жұмысты орындаушылар дайындау, оларға нұсқау беру, санақ жұмыстарының маршруттарын алдын ала жоспарлау қарастырылады. Санақ жұмыстарын жүргізген кезде популяцияның сандық және жыныстық құрылымы анықталады. Алынған мәліметтер арнайы қабылданған форма бойынша күнделікке жазылады. Санақ жұмыстары анықталған соң, есеп жүргізген жануардың жалпы саны, кәсіптік емес әуесқойлық жолмен ауланатын түр болатын болса, оны аулаудың мөлшері анықталады. Енді Қазақстан Республикасында баса көңіл аударатын, ол сирек кездесетін ауланатын құрлық және су құстарына санақ жүргізу әдістері қарастырамыз. Енді көбінесе сол зерттеулер сол сирек кездесетін түрлерге жүргізілетіні баршамызға мәлім. Сирек кездесетін жыртқыш құстарға қандай құстар жатады? Яғни ителгі, бүркіт, ақ құйрық су бүркіті, көптеген сұңқар тәрізділер отрядына жататын, қаршыға тәрізділерге жататын түрлер. Бұларды негізінен санақты қалай жүргіземіз? Жаяу, автокөлік, ұшақ, немесе тік ұшақ, сұрақ-жауап анкетасын, сұрақ-жауап анкетаны пайдалану арқылы анықтайтын бірнеше әдістер бар екен. Оларға тоқталатын болсақ, бірінші бағыт, маршрут бойынша санау, екінші белгілі бір тұрақты аудандарда санақ жүргізу, үшінші астық элеваторында санақ жүргізу, төртінші автокөлікпен есептеу, бесінші тікұшақпен есептеу, алтыншы сұрақ-жауап анкетасын толтыру бойынша есептеу болып табылады. Осы аталған жыртқыш құстардың өздеріне тән биологиялық және экологиялық ерекшеліктері бар. Соған орай олардың санын есептегенде осы ерекшеліктерін көңіл аудару керек, яғни назарда ұстау керек.
Енді бағыт бойынша маршрутты бойынша жаңағы санау жұмыстарын қалай жүргіземіз? Ол енді мынау слайдтан көріп отырғандарыңыздай ителгі фальшчерингрей деп ителгінің мекен ету территориялары, автокөлік пен олардың ұялауға жарамды орындары жаяу іздеп жүріп жаңағы тауып, оны картаға түсіріп, немесе күнделікке журналға жазып. Енді жыртқыш құстар сіздер білесіздер, көбінесе адамның аяғы баспайтын ұшар құздарға, биік ағаштардың биік ең ұшар басына, немесе жаңағындай таулардың, жартастардың ең адам аяғы баспайтын сондай ұшар бастарында қияға, сондай жерлерге салады. Бұл алдымен ұяларын тауып, одан кейін онда қанша бар жоғын анықтау үшін енді автокөлікпен жүрген кезде ол кездескен кезін дәптерге немесе жаңағы күнделікке белгілеп отырамыз. Ал егер оның ұясын туралы, ұясының жиілігі туралы, оның ұясы тіршілік ететін ұя немесе тастанды ұя, оларды анықтау үшін сол жерге барып қарау керек. Бұл көбінесе шөлейтті, жартасты жерлер, тау сілемдері, каньондар, өзен жыралары, үстірт беткейлер, қарағайлы шоқ ормандардың шетіндегі учаскелер, яғни сол бүркітке санақ ұялары, жұптары жүргізген тау, жазықтар, шатқалдар, орманды жерлерді аралау үшін жаңағы күш, көлік, аттар пайдаланады екен. Енді көп уақыт жаяу жүру, енді ол қаншама уақыт, адамның энергиясы кетеді, сондықтан міндетті түрде автокөлікпен немесе атпен жүрген ыңғайлы. Бағыт бойынша есепке алынған ұялар мен территориялық жұптар және осы жыртқыш мекендей алатын учаскелер маршруттың ұзындығы мен зерттелген территорияны екі қатарда белгілейді екен. Енді мынау өздеріңіз көріп тұрғандай белгілі бір тұрақты аудандарда санақ жүргізу, міне көріп отырсыздар. Бұл әдіс көбінесе ерекше қорғалатын территорияларда, қорықтар мен ұлттық саябақтарда, қорықшаларда, сонымен қатар аң шаруашылығында 200-500 километр квадрат болатын таңдап алынған территорияда жүргізіледі. Енді мына жерде Алматы қорықтар байқап отырсыздар суреттен. Сонымен қатар астық элеваторында санақ жүргізу өте ыңғайлы, қолайлы әдіс болып саналады. Енді олар қоректену үшін барлық құстар сол астық элеваторына жиналады. Ал енді мына суретте көріп отырсаңыздар, үйлердің мына жерде мысалы төбесінде осындай жағдайларды өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Мысалы кептерлер, көгершіндер осындай үйлердің төбесінде, егер осы жерде оларға ыңғайлы, қолайлы қорек көздері болатын болса, осылай қаптап жиналып отырады. Енді үлкен элеваторлар мен нан өнімдері, комбинаттары, көптеген кептер, түргептер, торғай, қалаларда қыстап қалатын ителгілер, осы негіз биік үйлердің шатырларынан жай көзбен қарап, не болмаса дүрбі салып есептеу жұмыстарын жүргізуге болады екен. Енді мына жерден мысалы санауға болады. Енді автокөлікпен санақ жүргізу, бұл әдіс негізінен ұзақ маршрутта жылдың түрлі маусымдарында қолданылады. Тау және өзен аралық жазықтарды, тау бөктерлері мен көл табандарындағы электр тасымалдау жүйесінің бойымен, көз, қыс айларында ителгіні, далалы және шөлейтті аймақтарда бүркіттің санын, ал ақ құйрықты су бүркітті күз, қыс айларында ақ бөкендердің жинақталған аудандарында, сол сияқты өзен, көл су қоймаларының жағалауларында есептеуге болады екен. Ұшақтармен санақ жүргізу, көріп отырсыздар. Ұшақтармен санақ жүргізу бұл автокөлік бара алмайтын жерлерде, месегі, тікұшағы,
Ан-2 жаңағы ұшағын пайдалану арқылы бұл жүзеге асырылады. Ал аққұйрық су бүркітін өзен көлдерде, теңіздерде моторлы қайық, кемелерді пайдаланып есептейді. GPS қазір енді географиялық навигациялық, яғни бағыт бағдарды байқайтын жүйе бар, GPS. Сол құралды пайдалана отырып жаңағы картаға түсіріледі екен. Енді сонымен қатар жаңа біз басында айтып өттік, сұрақ жауап анкетасын пайдалану арқылы сирек кездесетін жыртқыш құстардың санын анықтау. Бұл әдіс негізі санақ жұмыстарын жүргізген әдістерге қосымша болып табылады. Арнайы дайындаған анкеталарды корреспонденттерге жіберіледі және жергілікті тұрғындардан ауызша не жазбаша түрінде жауап алынады. Енді мысалы, егер дейміз, жаңағы орман шаруашылығы қызметкерлері немесе аңшылықпен әуесқой кәсіптік немесе әуесқой айналысатын аңшылардан осындай сұрақ жауапты алған кезде сауалнаманы, бұл сауалнамаға көбінесе сол осы салаға қатысы бар орман шаруашылығында немесе сол саябақтың немесе қорықтың қызметкерлері жақсы толық тұшымды дейміз ба, сондай жауап береді екен. Сонымен қатар енді халықтың арасынан да сауалнама жүргізуге болады. Санақ жұмыстары кезінде алынған мәліметтер алғашқы толтырылған кестелер барлығы бір кестеге жинақталады. Ұялар және территориялық жұптар картаға түсіріліп, жыртқыш құстар ұялайтын территория белгіленеді. Құстардың мекендейтін территориясының ауданы кубометр көмегімен миллиметрлік қағазбен барлық дарақтардың санын қосу арқылы анықталады. Осылайша жыртқыш құстардың, яғни популяциясының санақ жүргізілген территорияларындағы орташа тығыздығы анықтаған соң картаға түсіріп, контур бойынша бұл құстардың мекендейтін территориясын анықтап, нақтылы территорияда, ауданда, облыста, республикада және олардың санын есептеп шығаруға болады. Енді мынау Алматы облысының кейбір аудандарындағы ителгі, бүркіт, аққұйрық, су бүркіт, аққұйрықты су бүркіттердің саны, мынау учаскелер алатын болсақ, 4 учаске алынған. Онда санақ жүргізілген территорияның ауданы, мысалы, бірінші участокта 100 километр болса, екіншісінде 120, төртіншісінде мысалы 60 деген сияқты. Есепке алынған саны 100 километрді 12, 10 километрдегі сандық тығыздығы 1:2. Міне осындай көрсеткіштер, мысалы барлығы 360, есепке алынған саны құстардың 55 болатын болса, оның орташа 10 километрдегі сандық тығыздығы 1,5 деген мәнге ие болып отыр. Сонымен қатар мұндай жерлерді жиделі, тоғай, тораңғы тоғай, бұталы учаскелер, қамыс өскен жерлер, әртүрлі шөптесін өсімдіктер өскен алаңқайлар, шалғындық, ауыл шаруашылық жерлер. Күн сайын санақ жұмыстары аяқталған соң барлық алынған мәліметтер арнайы есеп парақтарына жазылады. Әрбір жайылым типтері үшін қырғауыл саны анықталады. Егер қырғауыл, біз жыртқыш құс қана емес, кәсіптік маңызы бар қырғауылды көбінесе еті үшін аңшы осы құстарды атады немесе аулайды. Сондықтан бұларды есептеу арнайы параққа қағаз, дәптер, кітапша дейміз, соларға жазылып, қырғауыл саны анықталады және оның жалпы саны мына формула бойынша есептелінеді екен. Мұндағы N маршрутта кездескен қырғауыл саны, S санақ жұмыстарының нәтижелері, экстраполяция жасалатын территорияның ауданы, Q жалпы санақ жүргізілетін маршруттардың ауданы. Енді біз құрлықта қалай жүргізетінін қарастырдық, сонымен қатар су құстарына санақ жұмыстары қалай жүргізіледі. Бұл топқа жататын құстарға санақ жүргізуді, мысалы, сұңқылдағы аққуды қарастыратын болсақ, мысалға алып, бұл құста басқа құстармен
сұңқылдақ аққуды шатыстыру мүмкін емес. Қазақстанда кездесетін бұл құсты екі топқа бөлетін болса, ол ұялайтындар және ұшып келіп кететіндер. Ұялайтын құстар жайында ақпарат бұл өте құнды болып саналады. Бұл құстар ұлттық байлығымыз болып табылады. Миграция кезінде сұңқылдақ аққу Қазақстанда көптеген кең көлемде кездеседі. Жалпы аққудың бізде екі түрі жаңағы сұңқылдақ аққу және сыбырлақ аққу. Кіші аққу деген бар, олар жаңағы қызыл кітапқа енген, сіздер білесіздер. Осыған орай санақ жұмыстары жаңа Каспий теңізі, шығыс және солтүстік шығыс жағалау жайық өзендерінің алқаптарымен оларға көршілес көлдер, жер жаңа теңіз қорғалжың көлдер жүйесінде, Ырғыз бен Торғай өзендерінің төменгі ағыстарында, Іле өзенінің атырауларын жаңағы сәуірдің аяғы мен мамырдың басында ұялайтын жұптарын, жұмыртқалары бар ұяларын және маусымның аяғы шілденің басында балапандарын есептеу үшін жүргізеді. Миграция жасайтын сұңқылдақ аққуларды есепке алудың тиімді әдісі белгілі бір бағытта маршрутта санау болып саналады. Нақты жағдайларға байланысты маршрут жаяу, қайықпен, автокөлікпен, кейбір кездерде авиакөлікте пайдаланады екен. Ұялайтын популяцияларға санақ жүргізгенде ауданы 0,05 гектар болатын учаскелер таңдалып алынады. Ол су қоймасында қамыстың аз көп болуына байланысты санақ жүргізілетін нақты ауданның шекарасы анықталған соң су қоймасын тексеріп, ондағы жұмыртқалары бар ұяны не құстарды санайды. Бір ұяда бір жұп аққу болатын белгілі, осыларды еске ала отырып, су қоймасына экстраполяция жасап санын анықтайды. Ұялайтын популяция санын анықтаудың екінші сатысы балапандарын есептеу. Әдетте бұл санақты балапандарды бір айдан асқан кезде Қазақстанның оңтүстік бөлігінде шілде айында, солтүстігінде шілденің аяғы, тамыздың басында жүргізеді. Алынған мәліметтер миграция кезінде жиналған құстар, ұялар немесе балапандар картаға түсіріледі. Соңынан түрдің таралу ауданның шекарасы анықталады. Сұңқылдақ аққудың санын есептеу, санақ жұмыстарының барлық деректерін, құстардың саны, зерттелетін территориялардың ауданы қосу арқылы жүзеге асырылады. Жеке су қоймалар үшін аққулардың орналасу тығыздығы анықталып, одан соң барлық зерттелген аймақ үшін орташа тығыздық шығарылады. Зерттелген аймақты өзен алабы, көлдер жүйесі, орташа тығыздығы анықталған соң аққу қоныстанған жеке су қоймаларының ауданын есептеп, белгілі аудан бойынша құстың аймақтағы жалпы санын есептеп шығару қиынға соқпайды. Енді мынау екінші кестеге тоқталатын болсақ, сұңқылдақ аққудың зерттелген су қоймаларындағы саны, маршрут су қоймасында 4 су қойма көрсетіліп отыр. Есепке алынған территория ауданы 150-ден бастап 280-ге дейін, минималды 110-нан максималды 280 квадрат метрде есепке алынғандар саны. Ал енді мына 10 километр квадрат метрдегі тығыздық, яғни жалпы есепке алынған 190 аққу болатын болса сұңқылдақ, оның тығыздығы 10 километрге 3,5 болып көріп отырсыздар, 3,5 мәніне ие болған. Сонымен тақырыпты қорытындылайтын болсақ, бұл орнитологияда санақ жұмыстарын жүргізудің 6 түрлі әдісімен таныстық. Санақ жұмыстарын жыртқыш құстар кең тараған аудандарда әртүрлі мезгілде ұйымдастырады. Санақ жұмыстары тапсырыс беретін мекеме мен орындаушы мекеменің өзара келісіп берілген бұйрықтарының негізінде жүзеге асырылады. Бұйрықта орындаушылар, жұмыс атқарылатын аудандар, санақ жүргізу мерзімі мен санақ жүргізілетін құстың түрі көрсетіледі. Санақ жұмыстары ашық күндері жүргізілуі тиіс. Енді сұрақтар мен тапсырмалар.
сіздерде слайдта көрсетіліп тұр. Яғни сынақ жұмыстары не үшін жүргізіледі, соғыстарына, құрлықтағы құстарға санақтар қандай әдістер қолданады. Яғни дәрісте біз тоқталған сұрақтарға қатысты осында сұрақтар мен тапсырмалар беріліп отыр. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.